Көлеңке дос Қастай. Бектас үйден жүгіріп шығып, жерде жатқан шыбақты қолына қыстырып ала кетіп, қамшы ұстап, аз шапқандай чучулап, төмен жаққа ілгері шаңдата жөнелді. Өзін қайсар батырдай сезініп, табиғаттан екпін алып, серпіліп келеді. Өзіне кез келген құбылысты, жайқалып өскен ағашты да досқа айналдырып, өсінше хабар алмасуы оның күнделікті әдет еді. Артынан лебіздеп соққан желге де: «О, желдос, қимылыма күш қосқаныңа рахмет. Жылдамдыққа аяғым үлесе алар емес. Шап қане, шап!» деп айқайлап, зуылдап бара жатты. Бектастың достары көп еді. Біреуі желдос, біреуі күнсерік, енді біреуі көлеңке досы Қастай. Қасынан әрдайым табылып, қараңғы батқанша еріп жүретін шын досы осы Қастай болғанды. Көлеңкесінің бойы ұзарып бара жатса: «Досым, бойың сорайып, өсіп қалыпсың. Менсіз бірақ күнің жоқ», деп әзілдесіп қояды Бектас. «Өзің бір жүрген қорқақсың. Күн тұтылып, бұл түрмелеп, желдос досым келсе, қайда сытылып қашасың? Сендерді бір таныстырайын десем», деп қояды арасында мысқылдап. Күнсерік, ол Бектастың жалындай қызыл сары кәнде киді. Ол да Бектастың артынан зымырай шаршаған тәрізді. Тілі салақтап, үйшігінен сәл ғана басын шығарып, қылтиып жатыр. Аяғының құмарын қандырып болып, Бектас күнделікті ойынына бастап алды. «Қалай ойлайсың, Қастай? Жер қандай? Дөңгелек пе, әлде жалпақ па?» «Әрине дөңгелек», деді Қастай. «Демек, сен ағамның айтқанына кәміл сендің. Сенен сұраған мен де ақымақ екенмін. Мына көлеңке басыңда қайдан ми болсын? Жер дөңгелек болса, маған неге жазық болып көрінеді? Неге мен онда домалап кетпеймін?» деп таңданды Бектас. «Өйткені жердің тартылыс күші деген бар», деді Қастай. «Жер дөңгелек болса, онда мен бір бағытта жүгіріп жүре берсем, бір айналып қайта орныма келемін ғой», деді Бектас таңданып. «Бірақ жер сен ойлағандай кішкентай емес, біркелкі жазықта емес. Кей жерлерде таулар, шөл дала, тоғайлар, теңіз бен мұхиттан, аралдан тұрады емес пе? Сондықтан бір айналым жасау үшін саған кем дегенде 3 жыл уақыт керек», деді Қастай. Қастай деген көлеңке досының есімі де тегіннен тек емес еді. Қасынан әрдайым табылатын тайдай жақын болғандықтан Қастай деп өзі атын қойғанды. Жиған терген ақпараттарын жақсылап саралап, електен өткізіп, ойланып, қиял қосып, Қастаймен осылай күнде тоқ етеріне жеткенше алыс-беріс, сұрақ жауаптармен ойдың бір түбіне жететін. Сол түбіндегі ойына салынған бал қаймағы миының қытығын қандырып, тағы да ізденіске әрдайым шабыты тасып тұратын. «Шіркін, жердің әрбір түкпірін өз көзіммен көрсем ғой. Осы 2 қолым қанатым болғанда аспанға ұшып, қалғып, қалаған жерге қонып, анау тұрған таудың үстіндегі қардың да дәмін татып көретін едім», деді Қастай, тау шыңына көз сәулесін шағылыстырып. 1 бөлімнің соңы.